Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Сайын Шапағатов мектеп гимназиясының көркемеңбек пәні мұғалімі Жалмырзаева Айдана Шыныбекқызы. Бүгінгі менің сабағымның тақырыбы ою-өрнек және оның стилизациясы. 8-ші сынып. Сабақта меңгерілетін оқу мақсаттары: шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану. Сабақтың мақсаты: қазақ халқының ұлттық ою-өрнектері туралы мәлімет беру және стилизациялау туралы түсіндіру. Шығармашылық жұмыс негізінде ақпараттық коммуникативті технологияларды қолдана отырып, өздерінің стильденген ою-өрнек идеясын ұсыну. Ары қарай оқушыларды екі топқа бөлемін. Оқушыларға әртүрлі ою-өрнек суреттері таратылады. Таңдаған оюлары арқылы екі топқа бөлінеді. Бірінші топ шеберлер тобы, екінші топ дизайнерлер тобы. Бірінші тапсырма: оқушылар суреттерге қарай отырып, сұрақтарға жауап беру арқылы өткен тақырыптарды еске түсіреді. Бұл суреттерде не бейнеленген, оларды не біріктіреді? Ұлттық киімдердің қандай түрлерін немесе элементтерін білесіңдер? Тағы басқа осындай сұрақтарға жауап беру арқылы өткен сабақты еске түсіреді және қалыптастырушы бағалау 3 шапалақ әдісі арқылы бағаланады. Ары қарай ою-өрнек тарихы және қолданылуы жөнінде бейнежазба көрсетіледі. Құсмұрын. Құсмұрын жас қыздар мен жігіттердің киімдеріне, жаңа отаулардың жасау бұйымдарына, иір оюлардың араларына осындай құсмұрын белгілер көп түсіріледі. Құсмұрын ұшқан құстай самғай беруді, ерікті, бақытты болуды меңзейді. Түйе табан. Түйе табан оюы алыс сапар белгісін білдіреді. Мұндай ою-өрнектер көбінде түйенің қомына, жабуына, керуенге қажетті басқа бұйымдарға көп түсірілген. Әсіресе ұлы жібек жол бойынан табылған қазындылардан көп табылуына қарағанда сол кезде мұндай оюлар жалпыласқан тәрізді. Ит құйрық. Ит құйрық оюы жақын аралықты білдірген. Өйткені ит алыс сапарға ілеспейді, ұзаса күндік жерге ғана барады. Сондықтан өгіздің шомына және басқа жақын аралықты білдіретін бұйымдарға ит құйрық белгісі түсірілген. Қошқар мүйіз. Қошқарды қазақ қатты қадірлейді. Burada айдақардың екі түгі, қошқарда бір түгі бар. Сондықтан адамға айбарлы көрінеді деп есептейді. Қошқар мүйізді өрнектер қазақ ою-өрнектерінде өте көп кезігеді. Ол қуаттылықтың, жақсылықтың, молшылықтың белгісін білдірген. Ұрпақтарының осындай болуын арман еткен адамдар бала шағаларын арнап жасаған бұйымдарына қошқар мүйіз өрнегін көп түсірген. Халықтың ою-өрнектерінің мәні терең. Әр өрнектің өз тарихы бар. Хас шеберлер ою-өрнек салуда оюдың бұйым пішіні мен көлеміне үйлесімді болуын, ою композициясының негізгі фонның түсімен үйлесуін, композициядағы оюдың симметриялы орналасуын, әр өрнектің композицияның ортасы мен шетіне ерекшеленуі тиіс екенін білуі қажет. Ою-өрнекті стилизациялау. Өрнекті стилизациялау дегеніміз шынайы пішінді өрнекке айналдырып түрлендірілетін авторлық жұмыс. Қазіргі кезде халық қолөнершілері, дизайнерлердің идеяларымен ою-өрнек жаңаша сипат алып, стилизация кеңінен қолданылуда. Мысалға, мына оюларды алатын болсақ, түйе, құс бейнесіндегі әртүрлі жан-жануарларды ала отырып ою-өрнекке айналдырған. Мына жерде аққудың бейнесінен ою-өрнек жасаған. Мына жерде ат бас ою, яғни аттың басынан ою-өрнек шығарған. Мына жерде бәйшешек гүлінен ою-өрнек жасап шығарған. Яғни ою-өрнек табиғи мотивтер стилизациясы. Стилизациялаудың қандай тәсілдері бар? Суретті жалпылама жеңілдете отырып бейнелеу, табиғи пішіннің негізгі сырт формасын ғана қолданып, ұқсас бірақ толықтай өзгерте бейнелеу, қиялдау, елестету арқылы шынайыдан өзгеше, кейбір тұстарында түрлі түсті қосымша өзгерістер енгізу арқылы стильдеу. Стилизация көлемді өнер мен сәндік өнерде
әсемдікті арттыру үшін дизайн құралы ретінде қолданылады. Әр адамның идеясына байланысты әртүрлі бейнелеуге болады. Стилизация өнері қайда қолданылады? Стилизация өнері бейнелеу өнерінің қатысты барлық салаларда, яғни кескіндеме, графика, мүсін өнері, логотиптерде, анимация және дизайн, тағы басқа өнерлерде, салаларда кеңінен қолданылады. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты тапсырма орындамас бұрын стилизациялау бойынша суретті қалай стилизациялауға болады, сол жөнінде видео көрсетемін, бейнежазба көрсетемін. Бұл видеода жалпы иттің бейнесін сала отырып, онда сол арқылы қалай стилизациялауға болады, итті жаңаша бағытта қалай стилизациялауға мүмкіндік бар, сол туралы көрсетілген. Ары қарай осы бағытта біз тапсырма орындаймыз. Жұптық тапсырма таңдап алынған суреттері бойынша жануардың немесе өсімдіктің суретін стилизациялау арқылы өрнек құрастырады. Үлгі ретінде мына суреттерді беремін, яғни қошқардың суреті арқылы қошқар мүйіз оюын жасауға болады, аққудың суреті арқылы аққу ою өрнегін салуға болады. Бәйшешектің суреті арқылы бәйшешек ою өрнегін стилизациялау болады. Оқушылар өздеріне сурет таңдап ала отырып, осылай суреттерін стилизациялайды және орындап болғаннан кейін бір-бірін үш шапалақ әдісі арқылы бағалайды. Келесі үшінші тапсырма топтық жұмыс. Мұнда оқушылар ұлттық киім дизайнының жобасын жасайды. Оқушылар бүгінгі және одан бұрын алған білімдерін пайдалана отырып, берілген әйел адам бейнесінің суретін ары қарай жалғастырып ұлттық киім дизайнын дайындайды. Әр топ өз жұмысының киім үлгісі, ою өрнегі туралы таныстырылым жасайды. Бірінші топ қазақтың ұлттық киім үлгісін жасаса, екінші топ заманауи этностильдегі киім моделін дайындайды. Тапсырма орындап болғаннан кейін таныстырады бір-біріне және екі топ бір-бірін бас бармақ әдістері арқылы бағалайды. Сабақты қорытындылай келе, қорытынды сұрақтар қоямын. Стилизация дегеніміз не? Стилизацияның қандай тәсілдері бар екен? Тақырыпты оқу барысында жаңадан не үйрендіңіздер? Ары қарай білім қоржыны әдісі бойынша оқушылар егер өте жақсы түсіндім десе, жасыл қоржынға жасыл оюды, жақсы түсіндім десе, сары қоржынға сары оюды және қызыл қоржынға әлі де іздену керек деген оқушылар қызыл оюды салады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма, үйден жануардың немесе өсімдіктің суретін стилизациялау арқылы ою өрнек құрастырып келеді.